Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жақында Құрбан айт мерекесі өтті. Баршаңызды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Түркияда биыл 5 күндік демалыс берілді. Отбасымызбен осы демалысты қалай өткізгенімізді кішігірім видео-влог қылып жасап сіздермен бөліскім келіп отыр. Видео сәл кешігіп шықты, бірақ айып етпеңіздер. Қызық болады деген үміттемін. Біздің құрбандыққа шалынған 2 миллион теңгелік сиыр, ол қандай сиыр? Және де осы 5 күн ішінде қандай қызықты жағдайлар, ерекше жағдайлар басымыздан кешірдік. Соның барлығы осы видео барысында менімен бірге болыңыздар. Айттың бірінші күні үйде барлық отбасы мүшелері болғандықтан бірге барлығымыз таңғы асымызды іштік. Бұл жерде дәстүрлі мыхлама және менемен тағамдары, түріктің дәстүрлі таңғы астары десек болады. Одан кейін ер адамдар ақша санап бастады. Бұл біздің құрбандыққа шалынатын сиырдың ақшасы. Және де әдеттегідей кішкентай балдарға бұл айтты ақша беріледі. Бірден батуға ақша беріп бастады. Жездем, одан кейін басқа да отбасы мүшелері. Рава сыребада. Машинаға тиеліп отбасы мүшелерімізбен ауылға жол тарттық. Түркияда негізінен бұндай жағдайларға көп көз жұмып қарайды жол полициясы. Дегенмен де бара жатқанда осылай бардық, келе жатқанда арт жаққа отырдым қауіпсіздік үшін. Және де жалпы біздің Коня қаласын кішкентай Қытай деп атайды, өйткені бұл жақта өндіріс орындары өте көп. Мінекей жол бойында түсіріп үлгердім. Ауылға кіріп келе жатырмыз. Бұл Коня қаласының Түркмен Жамиле деп аталатын ауылы. Кішкентай ғана ауыл, шамамен 500 шақты тұрғыны бар. Дегенмен де осындай кішкентай ауылда 2 мешіт бар. Қазір жолда екіншісінде көрсетемін. Өте діни қала деп айтсақ болады, Коня қаласы. Және де жолдары да негізінен ауылдарда көбіне асфальт, сол жағынан олар әдетте Ердоған президентін мақтап осы жолдарды салып бергеніне көп рахметін айтады. Одан кейін мінекей туысқанымызға келдік. Алғашқысы біздің әкеміздің үлкен ағасының үйі. Біздерге әдеттегідей әр айтта осылайша кәмпит таратады келген қонақтарға. Түркияның ауылдарының үйі күйі жалпы біздің Қазақстанға ұқсайды. Күн жарқырап тұрды, осылайша үйдің алдын сәл видеоға түсіріп алдым. Үйдің алдына мінекей жазғы көкөністерді егіп қойыпты. Капельное орошение системасымен осылайша су келіп тұрады. Көптеген бақшаларда осылай. Ауылдың балдары айттың бірінші күні ертемен ұйқыдан тұрып, ең әдемі киімдерін киіп, одан кейін достарымен жиналып, осылай үйді аралап, айтымен құттықтайды. Үй иесі де кәмпит таратып, балдарды сүйсіндіреді. Бұл да бір ауылдың стилягасы, түрік баласы. Шөлдеп қалыпты, үйдің алдына су ішіп жатыр. Түскі ас уақыты келіп қалды. Туысқандарымыз таңертеңнен құрбан шалып үлгерген, сол үшін де бірден қуырдақ пісіріп, дәстүрлі сорпаларынан дайындап, осылайша жеңгелеріміз дастархан дайындады. Дастархан қарапайым көрінгенімен, бірақ тағамдардың дәмі енді өте дәмді шықты. Сүйсініп жедік барлығымыз. Осындай Қазақстаннан келген магниткалар барлық дерлік туысқандарымыздың үйінде бар. Соны бір көрсетейін дедім сіздерге. Өте жүрекке жылы. Астан шайдан кейін басқа туысқандарымызға да барып, барлығын айттатып шықтық. Тез ғана кішігірім видеолар түсірдім. Барған жерден шай ішіп, кәмпит алып қыдырдық осылайша. Мінекей бір туысқанымыздың үйі осындай үлкен шарбағы бар екен. Үйінің алдында мынандай ошағы бар, мындай жазғы үй бар, мындай нан пісіретін ошағы бар, кәдімгі біздің ауылдағыдай. Барған үйде үлкен ата әже болса, солардың қолынан сүйіп кішілер құрмет көрсетеді. Одан кейін ауылдың жанында осындай мәйіт бар. Сол мәйітке кіріп, туысқандарымызға құран бағыштап кіріп шықтық. Одан кейін тағы да жол тарттық. Келесі ауыл, бұл менің енемнің ауылы. Ауылда да ағамыз жеңгеміздің үйіне барып, отырып, әңгімелесіп,
олардың да құрбандық шалған, еттерін ауыз тидік. Осындайша керемет дастархан дайындады жеңгеміз. Өздерінің дәстүрлі тағамдары нут, ет қосылған, одан бөлек етті қуырдақты осылай лавашпен жеді түріктер. Осылайша кереметтей кешкі ас болды. Одан кейін балам сыртта трактор көріп, иіс танып, әрлі-берлі ойнап, мәз болды. Одан кейін үйімізге қайттық қалаға. Құрбан айттың екінші күні біздің отбасымыз үшін құрбандық шалынды. Ерген және жездем сол жерге барып жұмыстарды бітіріп келді. Бұл малдың бағасы айтып өткенде 2 миллион теңге тұрады. Яғни түріктің лирасымен 155 мың лира шамамен. Бұл малдың үлесіне 7 отбасы кірді. Оның ішінде біздің үйден 2 отбасы, апа жездем, одан кейін Ергеннің досы бар, және де қалған тағы да бірнеше кісі бар. 7 отбасы бөліп алды бұл сиырды. Осылайша құрбандыққа шалды. Түркияда мал өте қымбат, өте. Қойдың өзінің бағасы бір қой 200 мыңнан басталады. Еттің қымбат болуының себептері көп. Оның ішінде жайылымдардың болмауы, одан бөлек жалпы экономикалық жағдайда әсер етеді деп ойлаймын. Биыл менің атыма да құрбандық шалынды, сол үшін де маған шүкір намазын оқу керек деп айтқан болатын. Өкінішке орай әлі де намаз оқып үйренген жоқпын, дегенмен қайнапамның артынан қайталап отырып бірдеңе етіп оқыдым. Енді ниетім түзу бастысы. Одан кейін осылайша қуырдағымызды дайындап, түскі асымызды іштік. Одан кейін ет турадық. Ет турап жатып түріктер осылай өздерінің тәттілерін, бақлаваларын жеген жақсы көреді. Жездем балмұзды алып келді, солмен бірге қосып тәтті бақлаваны бірге қосып араластырып жеп, бізде ортада отырып ет турап, сөйтіп күніміз ет тураумен, фарш дайындаумен, еттерді орналастырумен өтті. Сол күн кешкісін апайым жездем үйімізге қайтамыз деген соң, олардың да еттерін үйге жеткізіп тастауға Ерген жолдасым машинасымен бізде арттарынан қалыспай бірге шығып, сөйтіп әпкем жездем үйіне келдік. Кішкене отырдық, қайтатын болдық. Онымен жездем айтты, екінші күні таңертең тұрып жүзім жапырағын жинаңдар қалыңдар деген соң қалдық. Екінші күні осылай таңғы ас ішіп, ұйқыдан тұрып, осылайша қуырылған фаршпен жұмыртқа жеп, осындай түріктердің дәмді таңғы асын жеп болып, таң атпай шығып, әпкем жездем үйінің алдында осындай жүзім жапырақтарын жинап бастадық. Neyse söyleyeyim. Oturursak burada toplar diyor. Жапырақ жинап болып үйге кірдік. Қайнапам осындай кереметтей түрік кофесін дайындап қойды. Соны ішіп алдық. Содан соң апа жездеміздің көрші әжейі барды. Үлкен кісі соның қолынан сүйіп, айтатып, құттықтап кіріп шықтық. Бірнеше ай бұрын жездеммен бұл кісі сөзге келіп кішкене ренжіскен екен, дегенмен бұл айтта бір-бірін құшақтап, кешіріп, айттармен құттықтады. Біз де соған себепші болдық. Және де үйге келіп, осы жапырақтарды 1-2 минут уақыт қана ыстық суда пісіріп алдым. Одан кейін мұздатқышқа салып қоямыз, және де керек кезде шығарып, одан сарма жасайтын боламыз. Айтып өткенде 5 күн демалыс берілді Түркияда. Бұл айтта бірінші күн Арефа күні, одан кейінгі 4 күн бұл айттың күндері. 3 айттың 3 күн тез өте шықты. Одан кейін соңғы 4-ші айттың 4-ші күні достарымызбен паркта осылай пикник жасауды жөн көрдік. Соған бара жатырмыз мінекей. Демалыс күндері парктарда кейбір уақытта бос орын табу қиын болып кетеді. Сол үшін ертемен таңғы асқа келуді жөн көрдік. Ертемен келіп таңғы асымызды ішіп алып, одан кейін балдарды осылайша ойнатып, одан кейін ер азаматтарымыз ет алып келеміз деп кетті. Сол күні қызық жағдай орын алды. Жолдастарымыз тауықтан шашлык жасайық деп шешті. Сөйтіп дүкендерге барып, қасаптарға барып, осы тауықтың етін іздеп, шашлык етін іздеді. Сөйтсе жоқ екен, таба алмапты. Сөйтсе осы құрбан айт кезінде негізен тауықтан шашлык сатылмайды екен. Соны біз білдік осы жолы. Оны Ергенде ешқашан білмепті. Адамдар ет жейді деп осы тауық сатпайды екен осы кезде. Сол үшін бұлар магазинге кіріп, кәдімгідей тауықтың бұтын және де басқа жаңағы грудинкасын, сондай жерлерін алып, өзіміз мариновать етіп, оны кереметтей қылып шашлык жасадық. Күні бойы осылайша уақыт өткіздік паркта. Балдарымыз ойнады, одан кейін шашлык жедік. Паркта біз отырған жердің дәл жанынан 1 сағатта 1 рет осындай жүйрік поезд өтіп шығатын еді. Сонда түсіріп алдым. Мінекей шашлығымыз дайын болды. Алдымен балалардың қарын тойғыздық, одан кейін өзіміз. Өте керемет отырыс болды.
екі ағашқа осылай стречті байлап волейбольная сетка жасап осылай кішігірім волейбол ойнадық. Енді керемет ойнаймын деп айта алмаймын, дегенмен де өзіміз көңіл көтеріп әйтеуір мәз болып қалдық. Құрбан айт мерекесінің демалыс күндерін біз отбасымызбен осылайша өткіздік. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, аямай лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жасай кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.